Сәлем достар, сіздермен бүгін пәтер нан рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл авторлық рецепт. Бұндай рецепті ешқайдан таппайсыздар. Сондықтан міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бізге керек заттар: тұз, салқын су, сары май, сары май болғанда маргарита 72%. Ең бірінші салқын суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Суымызға тұзымызды араластырып алдық. Енді онға суымызды құйып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Өте жұмсақ емес, өте қатты емес, орташа жұмсалықтағы қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеу керек, қамырымыз кішкене тынатындай. Енді пакетке салып 5 минутқа немесе 6 минутқа қойып қоямыз, қамырымыз тыну үшін. Қамырымыз пакетте 5 минут тұрды. Көп қоюдың қажеті жоқ, себебі пакетте тұрған сайын қамырымыз жұмсара береді. Сондықтан бір 5 минут, 6 минут қойсам жеткілікті. Енді қамырымызды екіге бөліп, жақсылап қайтадан илеп, кішкене иегін қандырып, қайтадан бір 3-4 минутқа пакетке салып қоямыз. 3 минут пакетте ұстадым. 3 минуттан кейін қамырымды алып жайып жатырмын. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес жаю керекпіз, себебі жұқа болып кетсе, қатпарлы болмай қатып қалатын болады. Егерде қалың болып кетсе, біздің қамырымыз қатпарлы болмай, ортасы шикі болып қалатын болады. Сондықтан орташа жұқалықта қамырымызды жайып аламыз, тура видеодағындай. Сары майымды ерітіп алдым. Енді тура видеодағындай сары майымызды қамырдың үстіне жағып, орамананға қамыр орағандай тура солай орап шығамыз. Қамырымыздың барлығын орап алғаннан кейін тура роза сияқты шетінен домалақтап тағы да жинаймыз. Жинап орап аламыз. Жинап оралған қамырымызды морозилкаға 20 минутқа салып қоямыз. Біздің қамырымыздың ішіндегі майы қату керек. Енді екінші қамырымды тура бірінші қамыр сияқты жайып аламыз. Жайғаннан кейін ортасына сары майымызды жағып, тура бірінші қамыр сияқты орап, бұны да морозилкаға 20 минутқа салып қоятын боламыз. Екінші қамырымды жайып морозилкаға салып қойдым. Бірінші қамырымның майы қатты. Морозилкадан дәл қазір алдым. Енді осы қамырымызды жаятын боламыз. Тура видеодағындай жаямыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып. Міне қыздар, қамырымды жайып алдым. Енді осының үстіне жұмыртқаны жайып, бетіне кунжут себетін боламын. Ол міндетті емес, қалауларыңызбен. Егерде жұмыртқа жоқ болса, жақпай қойсаңыздар да болады. Пәтер нандарыңыз піскеннен кейін бетіне сары май жаға салсаңыздар да болады. Пәтерімізді қызып тұрған 220 градустағы пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Бірінші пәтер нанымды пешке салып қойдым. Енді екінші нанымызды жайып қоятын боламын. Қамырымыздың ортасындағы майы қатса болды. Қамырымыздың өзі қатып қалмау керек. Сондықтан қамырымызды алып жайып қоятын боламыз. Жайылған қамырымызды морозилкаға бетіне пакет кигізіп қойып қойсаңыздар тұра беретін болады. Тек пештеріңіз қызған кезде алып сала салсаңыздар болды. Еш өзгеріссіз қамырларыңыз пісіп шығатын болады. Бірінші пәтерім пісті. Енді екінші пәтерімді салып пешке пісіріп алатын боламын. Міне қыздар, екі нанымды да пісіріп алдым. Өте қатпарлы болады, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде видеоны дәл осы жерге дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.